Еуропа оянды. Көптеген 10 жылдықтар бойы тыныштықта болған кәрі құрлық бүгін ащы шындықпен бетпе-бет келді. Соғыс қаупі енді тек тарих кітаптарында емес, ол біздің босағамызда тұр. Ресейдің Еуропаға түсірген көлеңкесі соншалықты ұзарды, тіпті ең бейбіт елдердің өзі қарулануға мәжбүр. Бұл жай ғана саяси мәлімдеме ме, әлде үшінші дүниежүзілік соғыстың алдындағы соңғы ескерту ме? The Economist және Financial Times басылымдарының соңғы сараптамасына сүйенсек, Еуропа елдері өздерінің қорғаныс стратегияларын түбегейлі өзгертті. Ресейдің Украинадағы әрекеттері мен гибридтік шабуылдары Польшадан бастап Германияға дейінгі елдерді соғыс шындығымен санасуға итермеледі. Еуропалық одақ енді тек экономикалық блок емес, әскери альянс ретінде қалыптасуға тырысуда. Ресейдің әскери өндірісінің қарқынды өсуі НАТО елдеріндегі қару-жарақ қорының жеткіліксіздігін әшкерелеп берді. Бұл тек қарулану ғана емес, бұл психологиялық бетбұрыс. Германияның Зейденвенде немесе дәуірлер тоғысы саясаты, Швеция мен Финляндияның НАТОға өтуі осы шындықтың айғағы. Солтүстік және шығыс Еуропа елдері қазірдің өзінде өз азаматтарын ықтимал қақтығысқа дайындап жатыр. Сарапшылардың пікірінше, егер Еуропа бір тұтас қорғаныс жүйесін құрмаса, Ресейдің көлеңкесі бүкіл құрлықты басып қалуы мүмкін. Ендігі таңдау біреу-ақ, не күшті болу, не қауіпке бой алдыру. Еуропа соғысқа дайын ба? Әлде дипломатия әлі де үміт сыйлай ала ма? Сіздің пікіріңіз біз үшін маңызды, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Еуропадағы және әлемдегі ең маңызды оқиғаларды бізбен бірге бақылаңыз. EBB News арнасына жазылып, жаңалықтардан хабардар болыңыз.